Отбасында нешінші баласыз? Бірінші. Тұңғышсыз, иә? Жақсы, керемет. Болашақта кім болғыңыз келеді? Нақты білмеймін. Нақты белгісіз. Жобадан не алдыңыз өзіңізге? Жақсы нелер. Нақтырақ айтасыз ба? Нақты. Жақсы адам болу, біреудің ала жібін аттамау, ізгі істер істеу. Так. Жобаның барысында қай жобаны жаңа тәрбие тәлімгерлерден кімді өзіңізге ең жақынырақ тарттыңыз? Тәлімгерлерден ба? Жалпы келіп жүрген, көріп жүрген кісілерден ең жақын тартқан адамыңыз? Сіз ол. Так, Алтынбек ағаңыздың бойынан қандай қабілеті ұнады сізге? Кішіпейілік. Көп қой. Айта беріңіз, бір-екеуін сандап берсеңіз. Кішіпейілік, қамқорлық. Өзіңіздің бойыңызға сондай қабілеттерді сіңіруге жұмыс жасай аласыз ба? Иә. Болуға әрекет жасай аласыз ба? Иә. Жақсы. Отбасыңызда кім жақсы көресіз? Әкемді. Әкеңізге не деп айтқыңыз келеді қазір? Мен сіз жақсы көремін. Керемет. Жобаға қандай тілектеріңіз бар? Жоба жалғаса берсін. Сіздер жұмыс істей беріңіздер. Және де жақсы балдар шыға берсін. Көптеген Қазақстанға, елге, жерге қызмет ететін азаматтар көбейе берсін. Сізде мүмкіндік болса жоба жүргізуге, сіз қандай жағынан істейтін едіңіз? Дәл осы жобаны сіздің қолыңызда болса, не істейтін едіңіз? Балдарды білесіз қой дейміз жалпы? Сіздер ұқсап, осы жобаны ашып, жүргізетін. Өзіңізден кейінгі інілеріңіз бен қарындастарыңызға қандай өсиет айтасыз? Жақсы адам болу, жаман нәрселерге жоламау. Сабақтарын жақсы оқыңдар. Сізді не қуантады? Әкеңіздің қуанғаны сізді қуантады. Керемет. Рахмет. Омар.